Сәлем, қымбатты досым. Бүгінгі медитация аудио практикасына қош келдің. Бүгін өзіңізге босаңсуға және әйелдік қуатыңызды сезінуге мүмкіндік беріңіз. Терең тыныс алыңыз. Сіз қауіпсіз жердесіз. Сіз күш пен нәзіктікті иелендіңіз. Көзіңізді жабыңыз. Терең тыныс алыңыз және баяу оны шығарыңыз. Барлық желеңіз қалай ери бастағанын сезініңіз. Денеңіз демалып жатыр және сіздің жаныңыз ашылады. Сіз жұмсақ, жылы жерде жалаң аяқ тұрсыз деп елестетіңіз. Сіздің аяғыңыздың астында жердің тірі, нәзік энергиясы жатыр. Ол сізге жетеді. Сізді орап, денеңізді жылумен, қамқорлықпен және күшпен толтырады. Сіз табиғаттың бір бөлігісіз. Сіз оның жалғасысыз. Енді кеудеңіздің ортасынан ашылған гүлді елестетіңіз. Ол гүл өте жұмсақ, жарқыраған. Ол сіздің әйелдік, жұмсақтық, сіздің нұрыңызды ашады. Бұл нұр бүкіл денеңізге тарағанын сіз іштей сезініңіз. Қолыңызға, асқазаныңызға, жүрегіңізге. Сіз махаббат нұрына толдыңыз. Сіз өзіңізге жұмсақ, бірақ күшті болуға мүмкіндік бересіз. Тыныш, бірақ терең. Тыныс алыңыз және оны дем етіп шығарыңыз. Және ойша айтыңыз: мен әйелдік күшімді қабылдаймын. Мен өзім болуға рұқсат етемін. Мен махаббатқа, нәзіктікке және тыныштыққа лайықпын. Осы күйде біраз уақыт тағы болыңыз. Әрбір өміріңіздегі жасушаның жарыққа толы екенін сезініңіз. Өйткені сіз әйелсіз. Сіз қайнар көзісіз. Сіз өмірдің ағысысыз. Дайын болған кезде терең тыныс алыңыз. Және де ақырын көзіңізді ашыңыз. Көзіңізді ашқан бойда тыныштықты, нәзіктікті, бойыңызда ала бой күш бар екенін сезініңіз.